الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. Biz bağına ғана бастап едік, субханаллах, бітір алмай қайтып шығып кеттік, кішкене ақауларға байланысты. Жастардың кезігіп жатқан сын қатерлері деген тақырыпта біздер тікелей эфир жүргіземіз деп едік. Құдай қаласа бүгін болса сабағымызды бастаймыз. Негізі бұл сабағымыздан қандай мақсат етіп жатырмыз? Не нәрсені мақсат етіп жатырмыз? Өздеріңіз көріп жатсыздар, әлеуметтік желілерде болсын, телеканалдарда болсын, халықтың арасында болсын, WhatsApp хабарламаларында болсын, ислам дініне, мұсылмандардың сеніміне, мұсылмандардың әдет ғұрыптарына, мұсылмандарымыздың тарихымызға, ата-бабаларымызға, Абай атамыз ба, Шәкәрім атамыз ба, барлығына өте үлкен соққы жүріп жатыр. Өте үлкен соғыс жүріп жатыр. Бұл пікір соғысы, бұл пікір шайқасы. Бұл шайқас өздігінен бір адамның әшейін бір жазғысы келген нәрсесін жаза салғандығынан, немесе айтқысы келген нәрсесін айта салғанынан болып жатқан жоқ. Бұның барлығы жоспарлы түрде адамдардың саналарын улау үшін, адамдарды хақ дін, ислам дінінен бездіру үшін жоспарлы түрде жасалынып жатқандығының куәсі болдамыз. Бүгін бір түйткілді шешетін болсақ, ертесіне тағы бір түйткіл шығады. Оған жауап беретін болсақ, үшінші күні үшінші түйткіл шығып жатыр. Біздер білесіздер, өткен жылы қаншадан қанша мынау топтардың ислам діні жайлы айтқан жалаларына, ислам діні жайлы айтқан жаңағы былапыт, ауыр сөздеріне жауап бердік. Ислам дінінің ақиқат дін екендігін бүкіл әлемге паш еттік. Құдайға шүкір, мұсылман адам еш уақытта өзінің дінінен ұялмайды. Неге? Өйткені бұл дін Алланың діні. Аллах субханаху ва тағаланың өзінің діні. Қаласын, қаламасын, бұл Алланың діні ең үстем бола береді. Алланың діні ақиқат күйі қала береді. Тіпті қазіргі заманда, мына таңда адамзатты адамзат ретінде сақтап қалатынында жалғыз дін бұл ислам діні болып отырғандығын баршаларымыз куәсі болудамыз. Сондықтан да біздер осындай қауіп қатерлерге қарсы біздерде иммунитет болу үшін, соларға қарсы біздің жаңағы не дейді, вакцинамыз бар болу үшін біздер дінімізді жақыннан тануымыз керек. Дінімізді алдымен өзіміз білуіміз керек. Дінімізді өзіміз танып біліп, өзге айналамызға үйретуіміз керек. Сонда осындай қауіп қатерлер келген кезде оның тұзағына түсіп қалмаймыз. Өкінішке орай қазір бір жүрегімізді ауыртатын нәрсе бар. Қасыңда жүрген достарың да, ағайын туысқандарың да дін жайлы бір болмашы әңгімелер айтылатын болса, сәл ақылға салып қаралса, дұрыс емес екендігі айдан анық болған болмашы нәрселер айтылса да, алданып қалып жатқандығының куәсі болып жатырмыз. Алданып қалады, тұзағына түсіп қалады, субханалла. Сол нәрселердің куәсі болып жатырмыз. Жоқ, олай емес. Біздер егер дінімізді білетін болсақ, шынайы дініміздің ақидамызды, сенімімізді, дініміздің ненің үстіне құралғандығын жақсы танитын болсақ, біз ондай қауіп қатерлерді ешқашан елемеген болатын едік. Өзіміз ғана қорғап қоймай, өзіміздің отбасымызды, жанұямызды, айналамызды, дос жарандарымызды қорған болатын едік. Міне осы бағытта, осы мақсатта мен апталық сана атты, ой сана атты бағдарлама жүргізгім келіп отыр. Сіздермен ешқандай бір не дейді, бір әдемі студияларда отырып алып, алдыма бір журналисті отырғызып қойып, өзіме сұрақ беріп, соған жауап беріп отырсам болатын еді. Жоқ, оны таңдаған жоқпын. Мен үшін ең жақсы трибуна бұл Инстаграм әлеуметтік желісі деп таңдап алдым. Осы әлеуметтік желіде сіздермен осы сабақты өткім келіп отыр. Біздің сабақ регламентіміз мынандай болады. 20-25 минут мен өзімнің дайындалып келген сабағымды айтамын. Сосын барып, сіздер тақырыпқа қатысты қандай да бір білмей қалған, түсінбей қалған тұстарыңыз болса, сіздер сұрайсыздар. Соған өзімнің ойымды, өзімнің білімім жеткенше, қолымнан келгенше жауап беретін боламын. Енді, не үшін біз сана деп атадық бұл нені?
неге сана деп атадық? Жалпы сана, саналы деп айтады қазақта. Не үшін біз сана деп атадық? Білесіздер ме? Негізі білімге ең бекем, білімді ең қатты ұстанатын ұжым бұл мұсылмандар. Мұсылман ғалымдары білімді ең бекем ұстанады. Өкінішке орай, әртүрлі адасқан топтарды көріп жатырмыз. Айғатты жалғанмен кішкене шатастырып жіберіп, жалғанды адамдарға бүйтіп ұсынып жатқанын көріп жатырмыз. Балға у қосып адамдарға беріп жатқандығын куәсі болып жатырмыз. Немесе кейбір топтар, мәселен, кәдімгі мұсылмандардың сан ғасырдан бері мәлім болған, мұсылмандар сан ғасырдан бері айтып жатқан сөздерінің өзін бұрмалап алып, бұл негізі біздің сөз деп тұрып айтып жатқанын көріп жатырмыз. Бұл нені білдіреді оларда? Ол солардың айтатын ешқандай бір сүйенетін ешқандай бір сүйеніштері жоқ екенін, мықты жерлері жоқ екенін, ешқандай бір төбер тамырлары жоқ екендігін білдіреді. Сондықтан да олар мұсылманның сөздерін ұрлап алып, өздерінікі сияқты елге айтып жатқан куәсі болып жатырмыз. Мысалы, қайбір топтар шықты ғой, әмин деген сөзді білеміз. Әмин деген сөз, Аллахумма истажиб деген. Мынау келте балақтармен қаншалықтан бір таласқаннан кейін бүкіл елдің бәрі біледі. Фатихадан кейін әминді іштен айтамыз ба, сырттан айтамыз ба деген бар. Біз бата берген кезде бір адам дұға қылып жатса, қалғандарының барлығы қол жайып тұрып, әмин, әмин деп тұратынын білеміз. Сол сөзді өмін деп тұрып, бір әрпін өзгертіп, бұл біздің сөз, негізі біздің әңгіме деп тұрып, халыққа ұсыну, олардың жеткен жетістіктері банкрот екендігін куәсі болып жатырмыз. Олармен біздің арамызды ажырататын, альхамдулилля, не бар? Ғылым бар. Этиминология деген ғылым бар. Кез келген сөзді салатын болсаңыз, оның түбірі қандай, оның әсіл мақсаты қандай, қазіргі қолданыс аясы қандай, бәрін айтып беретін ғылым бар. Ал сол ғылымға салсаң, олардың өтіріктері лезде шыға келеді. Жаназа деген бұл діни терминді. Жаназа деген сондай бір діни терминді. Мәйітті жағы жерлеуге алып баратын, оның жағы намазын оқитын кәдімгі діни терминді. Ислам дінінің терминін алып тұрып, жанның азасы анау мұнда бұрмалап тұрып, халыққа өтірік сөзбен, бірақ соғанда иланушылар шығып жатыр өкінішке орай. Сондай нәрселерге ұрынып қалмау үшін, сондай алдаушылардың, өтірікшілердің өтірігіне сеніп қалмау үшін біз осы сана деген бағдарламамызды бастағалы отырмыз. Біздер әрбір сөзімізге жауап береміз. Біздер әрбір сөзіміздің мағынасын терең байыптай аламыз. Сондықтан да неге мен бұл бағдарламама сана деген тақырыпты таңдап алғандығымды айтқым келіп жатыр. Жалпы сана дегеніміз ол ойды істету. Адам баласының ойлау жүйесін істетуді сана деп айтады. Тілдік мағынасы сондай. Бірақ қолданыстағы аясы болса, бір нәрсені түсініп, оны қорыта алуды сана деп айтады. Мәселен, бір адам бір тірлікті істеп қойса, сұрақ қойылады. Ол сол тірлікті саналы түрде істеді ма? Немесе жайдан жай істеп қойды ма дейді. Бір сөзді айтып қоятын болса, сол сөзді ол саналы түрде айтып жатыр ма? Немесе әшейін бұлай айта салды ма деп айтылып жатады. Бірақ қазіргі таңда біздің мынау сана деген нәрсені қолданысымыздағы мақсатымыз қандай? Бұл әрбір нәрсені жақсылап ойланып, байыбына барып ойланып, ақты ақ, қараны қара, ақиқат пен жалғанның ара жігін ажырататындай ойлануды біз мақсат еткен халде сана деп бұл бағдарламамызға ат қойдық. Құдай қаласа, сіз осы 30 сабақтан тұратын, немесе 25 сабақтан тұратын осы сабақтарымызды тыңдап шыққаннан кейін, сіз ислам діні жайлы, ислам дінінің үкімдері жайлы ойыңыз түбегейлі өзгеретін болады. Егер де сіз жақсы ойлап жүрген болсаңыз, одан бетер бекем боласыз. Егер де сіздің ойыңызда, көңіліңізде қандай да бір күмән бар болатын болса, басқаша сол күмәндеріңіздің барлығы сейіліп, басқаша ойланатын боласыз. Қолымыздан келгенше терең діни терминдерден алыстатып, бұл бағдарламаны сіздерге, бұл мәліметтерді ойымызда бар, айтқымыз келіп жатқан, білім алған мәліметтерімізді сіздерге жұмсақ тілмен, қарапайым тілмен жеткізуге барымызды саламыз ағайындар. Сондықтан да апталық әр сенбі сайын өтейін деп жатқан бұл сана атты бағдарламамызды қапы қалмаңыз. Енді, не үшін біздер
саналы түрде ойлануға мұқтажбыз. Неге біздер әрбір істің ақ-қарасын ажыратып, байыбына барып ойлануға мұқтажбыз? Осы сұрақты өзімізге қойып көрейікші. Не үшін ондай нәрсеге мұқтажбыз? Неге біздер кез келген нәрсеге саналы түрде қарауымыз керек? Саналы түрде ойлануымыз керек. Міне, осы нәрсені сіздерге бөліскім келіп жатыр. Білесіздер ме, ағайындар? Қазіргі таңда мына екі бағыттың негізінде мұсылмандарға, ислам дінін ұстанушыларға өте көп информация, мәліметтер ағыны келіп жатыр. Біріншісі, түрлі телеканалдар болса, шетелдік телеканалдар болсын, отандық телеканалдар болсын, басқа телеканалдар болсын, өте көп мәліметтер келіп жатыр. Екіншісі, әлеуметтік желілерінен, WhatsApp дейміз ба, Instagram дейміз ба, TikTok дейміз ба, Facebook дейміз ба, қандай басқасы бар, Twitter дейміз ба, солардан өте көп мәліметтер келіп жатыр. Сол мәліметтердің алдында біздер бір классқа бір адамды отырғыз қойып, алдына 20 мұғалімді қойып қойып, 20 мұғалім 20 түрлі пәннен тоқтамастан бір уақыттың өзінде бір дауыспен сайрап жатса, 20 адамнан бірден тәлім ала ма тәлімгер? Ала алмайды. Біреу математика жайлы айтсын, біреу ағылшын тілі, біреу орыс тілі, біреу физика, біреу христоматия, біреу анауын айтсын, тәлім ала алмайды. Солай емес пе? Қазіргі заман тура сондай заман болып жатыр. Ақпараттық ағын өте көп келіп жатыр. Адамдарға ақпарат өте көп, бұлай құйындай, дауылдай жапырылып келіп жатыр. Міне осы кезде біздер өзіміздің санамызды, ақыл ойымызды істеткен халде, пайдалы ақпаратты пайдасыз ақпараттан ажыратып барып қабылдау мұқтаждығы тұр. Сол пайдалы ақпарат пен пайдасыз ақпараттың ненің пайдалы, ненің пайдасыз, дінімізге не нәрсенің пайдалы, не нәрсенің пайдасыз екендігін білуіміз үшін де бізде кішкене өзіміздің білім базамыз болу керек. Сол базаны қалыптастыру үшін иншалла осы бағдарламаны бастадым. Ағайындар, егер де ислам тарихына қарайтын болсаңыздар, қазіргі таңдағыдай ислам тарихында еш уақыт мұсылмандарға қарсы осындай үлкен шабуылдар орын алмағандығын көресіз. Өте үлкен шабуылдар орын алып жатыр. Мұсылман адам осындай жойқын шабуылдардың арасында өзінің иманын, ар намысын, ата бабасының дәстүрін сақтау жолында күресуге мәжбүр болып отырған сондай бір сан қилы жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Ол шабуылдарды біздер екіге бөліп қарастырайық. Біріншісі, бұл біздің дінімізге жасалынып жатқан шабуыл. Дінімізге әртүрлі топтардан дінімізді жоққа шығарып, ислам дінін ұстанған, сан ғасырдан бері ұстанып келе жатқан ата-бабаларымызды сатқын дегендер өзіміздің қазақ тілінде сайрап шығып жатыр, Құдай сақтасын. Сонда біздің Абылай хан, Абай, Шәкәрім, Алаш арыстарының барлығы сатқын болған ма? Немесе кешегі 70 жыл бойы күшпен, қылышпен қан тамызып тұрып, біздің қазаққа таңалмаған атеистік ұғымды басқаша қалыпқа салып, басқаша қағазға салып, біздің қазақ қоғамына ұсынып жатыр. Егер олар мұсылмандарға тиіспестен өз алдына өздерінің құлшылықтарын жасай ма, өздерінің тірліктерін жасап жүрсе бір сірә. Жоқ, мұсылмандардың дініне тиісіп жатыр. Мұсылмандардың діліне тиісіп жатыр. Мұсылмандардың дінін бұрыс деп мансұқтағысы келіп жатыр, субханалла. Екінші топтары шығып жатыр. Олар мұсылман өздері сырт көзге мұсылман кейпінде көрініп, мұсылмандарды іштей, қамалды іштей алмақшы болған секілді, мұсылмандарды іштей ірітуге барын күшін салып жатқандығының куәсі болып жатырмыз. Барын салып жатқандығының куәсі болып жатырмыз. Омар радиаллаху анхуға тиісті, қажылыққа тиісті, құрбандығымызға тиісті, салынып жатқан мешіттерімізге тиісті, мұсылмандардың оқып жатқан намазына тиісті. Тиісілмеген не нәрсеміз қалды? Қандай құндылығымыз қалды? Бір өкініштісі, осының барлығын жасап жатқандар өзіміздің тілімізде сөйлейтін,
қаны біздің қанымызбен бір болған, діні біздің дінімізбен бір болған өзіміздің қара көз бауырларымыздан болып жатқандығы. Ағайындар, сондай замандарда тұрмыз. Өтте көп қате информациялар, өтте көп қате дұрыс емес болған информациялар, мәліметтер ислам әлеміне толқын секілді, теңіздің көбігі секілді жапырылып келіп жатыр. Ақсақалдарға да айтылып жатыр. Бір ақсақал шығарып қойып дінге тиіскізіп жатыр. Жас жігіттерге жас жігіттердің тілімен айтып жатыр. Жастарға жастардың тілімен бұзып жатыр санасын. Тіпті шақалақтарымыздың өзін өз қалпіне, өз кейпіне қоймастан сондай бір ауыр, сондай бір қиын жағдайда тұрмыз ағайындар. Енді бір сұрақ туындайды. Бұрыннан бері осы түйткілдер, осы қиыншылықтар бұрыннан бар болатын болса, неге осылай байбалам салып жатсыз? Неге осылай қатты бұл нәрсеге кірісуге енді бір қатты бел буып кірісіп жатсыз деген сұрақ туындайды. Ағайындар, мәселе бір әзіл мәселе емес. Бұл шынайы мәселе. Мәселе бір қиял емес, кәдімгі күнделікті өмірімізде көріп жатқан мәселеміз. Және де бұл мәселе бұрын соңды ислам тарихында қайталанбағандай мәселе болып жатыр. Мен сіздерге айтайын, 7 нәрсесі бар, 7 себебі бар. Бұл 7 себепті егер біз білетін болсақ, бұл 7 сипатын қазіргі ислам әлеміне, мынау дейді, пікір жағынан, ой пікір, ислам әлемінің санасына жасалып жатқан, ойына жасалып жатқан шабуылдың 7 сипаты бар. Егер біз бұл 7 сипатты білетін болсақ, шынымен де тарихта болмаған осындай бір жойқын шабуыл екендігін куәсі боламыз. Ең біріншісі бір топ емес. Баяғыда, мәселен, марксизм деген болатын, ленинизм деген болатын, белгілі бір кітаптары болатын. Бір топ болатын, белгілі бір топ болатын. Сен ол топқа қарсы сөйлесуің, сол топпен сөйлесуің, сол топқа қарсы ответ беруің, ол топқа өзіңнің жауабыңды дайындауың оңай еді. Мәселен, жаңағы адасқан топтар болды, ибади деген топ болды, басқа деген топ болды. Әртүрлі тарихта қандай да бір топтар болды. Ал қазір өте көптен көп топтар шықты. Анау топ, түген топ, анау топ. Бұлай айтқанда, анау түріктер айтады ғой, аттың ізі иттің ізіне араласып кеткен жағдай болып жатыр. Пәленше топ, түгенше топ, жүздеген топтар бар. Бір қызығы, ол топтардың барлығының ортақ, бірге кезігетін жері, ортақ мүдделері мұсылмандарға қарсы күресіп жатқандығы. Мұсылмандарға қарсы өздерінің жаңағы ой пікір, улы оқтарын мұсылмандарға қарсы жүздеп жатқандығы. Бұл солардың барлығының, бұлай алғанда, бұл жай бір не дейді, жабайы түрде емес, нақты бір жоспарлы күйде. Кешіресіздер, бізге звондап қалды, кешіресіздер. Жоспарлы түрде жасалынып жатқан шабуылдар екендігін көреміз. Олар бұл кезде барлық жақта, яғни барлық күмәндарды іске қосып жатыр. Барлық күмәндарды айтып жатыр. Барлық нәрсеге тиісіп жатыр. Раббымыз Алла субханаху ва тағалаға да тиісіп жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға да тиісіп жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның сахабаларына да тиісіп жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның пәк әйелдеріне де тиісіп жатыр. Мұсылмандардың намазына да тиісіп жатыр. Діни оқу орындарына да тиісіп жатыр. Мешіттерге де тиісіп жатыр. Мұсылмандар жоқ-жұқаларға жәрдем беріп жатса, оған да тиісіп жатқанын көзі болып жатырмыз. Өте көп топтар барлығы мұсылмандарға қарсы сөздерін жұмылдырып жатыр. Жұмылдырғанда да тек қана мұсылманның бір нәрсесі жақпай, бір нәрсесін құптап жатқан жоқ.
барлық нәрсесіне, барлық жеріне тиісіп жатыр. Мынауысына жауап берсең, мынауысы шығады, мынауысына жауап берсең, анауысы шығады, анауысына жауап берсең, мынауысы шығады. Осылай жан-жақтан жапырылып жатыр. Жан-жақтан жапырылып жатқанын куәсі болып жатырмыз. Екінші сипаты, бұл өздерінің жаңағы арам пиғылдарын іске асыру мәселесінде тек қана бір жақтан емес, түрлі әдіс тәсілдерді қолданып жатқан куәсі болып жатырмыз. Түрлі әдіс тәсілдерді қолданып жатыр. Мәселен, жаңағы WhatsApp-та хабарламалар таратады. WhatsApp-та аты, заты жоқ бір адамдар бір SMS жібереді. Мынандай қаржылық, Құран деген мынандай екен, Алла тағала деген Құдай деген мынандай екен деп. Оның түбірі жоқ, қарасаң да. Кімнен келіп жатыр? Адамдар білместен жаңағы біріне жібереді. Субханалла. Тегін жаңағы жазбалары шығып жатыр, әлеуметтік желіде жазбалары шығып жатыр, басқа. Тіпті өздеріңіз ойлайсыздар ма? Субханалла. Кәдімгі Голливудтан шығып жатқан кинолардың өзінде, кейбір кинолардың астарында ұзақ мағынасына үңілетін болсаңыз, құдайсыздықты насихаттап жатқан көріп жатсыздар. Құдай жоқ деген нәрсені насихаттағанын көріп жатсыз. Негізі кино деген не нәрсе өзі? Кино деген бір адамның бір ләззат алу үшін, бір кішкене бір бос уақытында бір көріп кететін нәрсе емес пе? Жоқ, олай емес. Сол кинолардың өзінде де құдайсыздықты қосып жіберіп, сол нәрсемен насихаттап жатқанын көріп жатырмыз. Және де кейбір жас балдардың мультфильмдеріне де адамгершілікке жат болған, адамгершілікке тыс болған, адамның табиғатына тыс болған нәрселерді қосып ұсынып жатқанын көрген кезде жағаңды ұстайсыңдар, субханалла. Және қазіргі осы ұсынып жатқан мәліметтер бірнеше нәрсесімен ерекшеленеді. Ең біріншісі бір жаңа стильдерде, жаңа тәсілдермен келе жатқандығымен ерекшеленеді. Кез келген жаңа нәрсе болса, адамдардың көзін жаулайды. О жаңа нәрсе, не нәрсе екен, қалай екен, бұл екен деп болмаса, жаңа кино шығады, анау шығады, бір жаңа тәсілді ұсынады мәселені, сол нәрселердің артынан еріп кетуі мүмкін адамдар. Екіншісі жеңіл сөздермен, бір қарапайым бір ауылдың бір қазағы шыққан сияқты болады да, әлеуметтік желіде ауылдың қазақтың тілімен шығады да, ай, мынандай екен, қажылықтарың мынандай екен дейді. Түсіну жеңіл де бір, ауылдың терминімен қолданып тақ-тақ адамдар бірін-біріне жіберіп жатады да. Екіншісі өте көп. Біреуін өшіп тастайтын болсаң, екіншісі келеді. Екіншісін өшіп көрсең, үшіншісі келеді. Үшіншісін қайтаратын болсаң, төртіншісі келеді. Өте көп. Инстаграмда ашсаң сол, Фейсбукта ашсаң сол, WhatsAppта ашсаң сол, телевизорда ашсаң сол, жан-жақтан осылай жапырылып жатыр да. Төртіншісі әртүрлі адамды өзіне тартатын жылтырақ дүниелермен бірге қосылып келіп жатқандығы. Бесіншісі түсіну өте жеңіл тілде. Түсіну өте жеңіл, әрбір қабылдау жеңіл тілде осылай келіп жатқандығы куәсі болып жатырмыз. Үшінші сипаты. Қазіргі мынау нелерге, жастарға кезігіп жатқан сын қатерлердің қазіргі заманға үшінші сипаты бұлар әр түрлі іс-әрекеттермен жасап жатыр да. Біреу сіздің ақылыңызға қарсы жұмыс істейді. Біреу сіздің сезіміңізге қарсы жұмыс істейді. Сіздің жаңағы әртүрлі философиялық сөздермен, әртүрлі дін нелермен, жаңағы сезіммен ойлап, біреулер мәселен жаңағы адамның несіндегі ұлтын сүю бар ма, сол ұлтына қарсы жұмыс істейді. Мәселен, біреу намаз оқитын болса, әй, мынау араб құл екен деп айтады. Егер кез келген жаңағы ұлтын жақсы көрген адам бірден ереңе тағылуы мүмкін да. Араб құл екен, мен қазақпын, неге мен арабтың дінін ұстану керек деген сияқты. Субханалла, сенің 12-13 ғасыр бойы ата бабаң осы дінді ұстанды. Бүкіл әлемге аты кеткен жаңағы Әл-Фараби бабаң осы діннің өкілі болып, осы діннің шамшырағын жаққан тұлғалар болды ғой. Бір адам баласына Мұхаммед деп қоятын болса, неге қазақи ат қоймайсың, анау деген сияқты әңгіме айтады да, басқа адамдар ойланып қалады да, мына шынымен қазақи ат қоймапты ғой деген сияқты болып қалады. Субханалла, біздің қазақ тарихында ұзаққа бармай қояйық, Махамбет Өтемісұлы деген тұлғамыз бар ғой, бәріміз білетін Махамбет Өтемісұлы деген тұлғамыз бар. Mesela, хан емессің, қасқырсың, қасал басты басқырсың, достарың келіп табалап, дұшпаның сені басқұрсын деген өлеңдердің авторы Махамбет атамыз. Мұхаммед емес па аты? Сәд Уақас Ғилмани атамыздың аты Саад бин Аби Уақас емес па? Абай атамыздың аты Ибрахим емес па?
оларды бірден айтқан кезде адамның жүрегінде кішкене күмән қалып қояды да. Мәселен, өзі жаман нәрсе тез таралады да, жақсы нәрсе жай ол нәрсені жуып шайып қашан не қылам дегенше жаман нәрсе уже біраз жердің барлығын жайпап кеткенін куәсі боламыз да. Біраз жерді бүлдіріп кеткенін куәсі боламыз да. Сондықтан да қазіргі нелер әртүрлі тәсілдерді, әртүрлі іс-әрекеттермен қолданылып жатқан көріп жатырмыз. Кейін қоғамның барлық тап өкілдеріне арналған олардың бағдарламалары болып жатыр өкінішке орай. Олар үлкендерге де, кішкентайларға да және барлық тілдерге қарсы жұмыс істеп жатқан көрсіміз. Мәселен, өткен жылдарда бір радикальный топ шықпады ма, жаңағы жат ағым шығып, бүкіл дүние жүзінен жаңағы майдан даласына тартып, адамдардың барлығын шақырды. Сол 20 тілде хабар таратқан екен де, 20 тілде. Әртүрлі телеграм болсын, фейсбук болсын, 20 тілде хабар таратқан. Өзіміздің қазақтың жігіттері де, қазақтың аңғал, қазақтың азаматтары да солардың қатарында кетіп қалған куәсі болдық та, Құдай сақтасын. Қазақ тілінде де солар хабар таратқан куәсі болдық та. Бірақ оларға беріліп жатқан жауап, сол қауіп қатердің деңгейіндей болмай қалып жатыр да. Қауіп қатердің деңгейіндей болмай қалып жатыр да. Білесіздер, қанша қазақтың қара көздері сояққа кетті, жусан операциясымен қаншасы елге қайтарылды, олардың жанұялары, бала-шағалары елге қайтарылды. Бірақ қанша қазақтың қара көздері сол жалған нәрсеге сеніп, иланып сол жаққа кетіп қалды да. Міне көрдіңіздер ме? Қалай олар жұмыс істеп жатқандығын, қай тілдерде олардың жұмыс жүргізіп жатқанын қараңыздар. Және олар тіпті мынау мультфильмдерге де өздерінің лас пікірлерін қосып жіберіп жатқан көріп жатырмыз. Біздің мультфильмдерде өткен жылы сол мультфильмдердің бірін біздің ақпарат министріміз, мәдениет және ақпарат министріміз шектеп тастады көрсетуді. Сонда мультфильмдердің өзіне сондай бір өздерінің арам пиғылдарын қосып, біздердің жастарымыздың, шақалақтарымыздың, үйде отырған шақалақтарымыздың санасын улауға тырысып жатқанының куәсі болып жатырмыз өкінішке орай. Үшіншісі, төртінші себебі осы болып жатыр. Бесінші себебі бұл қазіргі таңда отбасылар бір-біріне жат болып қалды. Бір қабырғаның ішінде тұрса да, әрбір адам өзінің жеке бір әлемінде өмір сүреді. Баланың өзінің әлемі бар, қыздың өзінің әлемі бар, әкенің өзінің әлемі бар. Барлығы өзінің телефонында телміріп отыра береді. Әке-шеше үйінде бала-шағасын бір дастархан басына жинап алып, күнде адалдық жайлы, иман, ар, ұят, намыс жайлы насихат айтудың орнына басы қосылса болды, қолы қосылса болды, телефон ашып отырады. Қолы қосылса болды, телевизор көріп отырады. Одан бала-шаға қандай өнеге алады. Әке-шешенің, отбасылардың жағдайы осы болып жатқаннан кейін, аға інілердің бір-біріне көңіл аударуы осы болып жатқаннан кейін, өкінішке орай адамдар өздерінің керегін, әрбір адам өзіне рухани азық іздейді, соған керек нәрсені сырттан іздеуге мәжбүр болып жатыр да, өкінішке орай. Сөйтіп, жаңағы тұзақ қойып отырған адамдардың тұзағына оп-оңай түсіп қалып жатыр. Алтыншы жаңағы сипаты, қазіргі қатерліктің, қазіргі сын қатердің алтыншы сипаты, жастарымызда бір түйткілге ұрынатын болса, жастарымызда бір түйткілмен бетпе-бет кезігетін болса, ішінде бір қандай да бір дінге қатысты болсын, әдеп, ақлаққа қатысты болсын, адамгершілікке қатысты болсын, отбасылық жағдайға қатысты болсын, бір түйткілдері бар болатын болса, кімнің алдына барып оны шешуді білмейді. Кімнің алдына барып шешуді білмейді. Сондай бір жастардың барлығын артынан идіре алатын, жастарды өзінің сөзіне сендіре алатын адал бір адамдардың болмай жатқандығы да осы нәрселерге қауіп қатердің қатерлі бола түсуіне себепші болып жатыр. Өкінішке орай жастар бар, жаңағы психологтарға барады. Психологтар жақсыны айтады кейбіреулер жамандықты да айтып жатыр. Жақында бір психологтың несін естіп қалдым. Әкем ауырып қалды дейді. Әкеме келіп айттым дейді. Әкеме келіп айттым дейді. Әке дедім дейді. Сен өліп қалатын болсаң, мен бір күн жылайым, 2 күн жылайым, кейін ұмытамын деп айттым дейді. Денсаулық өзіңе керек, емделсейші деп айттым дейді. Сен қандай перзентсің әкеңе бұлай айтуға да, субханалла. Қараңызшы,
Бұл денсаулық екен да, өлсін бір қатты зиян емес. Денсаулық екен да ол нәрсе. Ертең қияметте бүкіндей қияметі, ертең бүтіндей мәңгі өмір болған жағы, ақыреті күйіп кетуі мүмкін болған Ибрахим алейхиссаламның әкесіне Ибрахим алейхиссалам не деп айтты? Ибрахим алейхиссалам бұлай демеді ма? Я әбәти, уа әкешім деп. Құранды басынан аяғына шейін оқып көріңізші. Бір жерде Ибрахим алейхиссалам өзінің әкесіне тастан қашап пұттарды жасап, адамдарға сатып, мынау сендердің құдайларың деп сатып жатқан өзінің әкесіне Ибрахим алейхиссалам бір рет әке деп айтқанын көрдіңіз бе? Жоқ, олай емес. Барлық жерде әкешім дейді. Әкешім дейді. Әкешім дейді. Тозаққа кіресің десе айтқан жоқ ол сөздер. Өзіңнің мұсылман әкеңе, ауырсаң ауыр, жыласаң бір жылаймын, өліп қаласың, өзіңе керек деп айту үшін, субханалла, қандай жүрек керек Алла сақтасын. Көрдіңіздер ме? Адамдар өзіне феномен таңдаған кезде қателесе бастап жатыр. Адамдарға феномен болатын, адамдарға жол сілтейтін дұрыс адамдардың болмауы, дұрыс барлық жаңағы жастардың өзіне үлгі тұтарлық адамдарының болмауы да осындай бір қатерлердің, сын қатердің арта түсуіне себепші болып жатыр. Жетіншісі, адамдар өзінің айналасында қандай қауіп қатерлер орын алып жатқандығын онша түсіне алмай жатыр. Көпшілігіміз қандай қатерлер орын алып жатыр, қандай түйткілдер орын алып жатыр, біз сол нәрсені аңғара алмай жатырмыз да. Не нәрсе орын алып жатыр? Ол кәдімгі бір жай ғана бір SMS келіп жатқан сияқты да, бізге мына дінге қатысты жаман сөз айтса, бір келді, бір жазды, мән бермей қоя салуымыз керек. Жоқ, ондай емес. Бұл жоспарлы түрде зерттеліп, мына қоғамның санасын, қоғамның ой пікірін зерттеп тұрып, жоспарлы түрде істеліп жатқан іс-әрекеттер бұның барлығы. Оның барлығы жайдан жай шығып жатқан нәрсе емес. Сөз соңында айтарым, бауырларым, біз бұл нәрсенің барлығын айтқан кезімізде сіздерді үрейлендіріп, ойбай, бітіппіз ғой, жан-жақтың барлығы жамандық алып кетіпті ғой дейту үшін емес, Құдай сақтасын. Бұл қазақ халқында, Қазақстан халқында жақсылық өте көп. Жақсы адамдар жаман адамдардан әлде қайда көп. Бірақ адамдардың арасына жаманшылықты жаю үшін осындай бір қауіп қатерлердің орын алып жатқандығын сіздер мен біздер түсінуіміз керек ағайындар. Бірақ біз бұл нәрсені үмітсіздікке түсу үшін емес, санамыз ашық болу үшін ғана бұл қатерлерді сіздерге санап бердік. Құдай қаласа, алдағы сабақтарымызда біздер осындай сын қатерлерге қарсы тұратын иммунитет қалыптастыратын боламыз, Құдай қаласа. Ең бірінші өзіміздің дінімізді танитын боламыз. Және келіп жатқан мәліметтермен, келіп жатқан дін жайлы, болмаса қандай да бір мәліметтермен қалай мәміле жасауды үйренетін боламыз, Құдай қаласа. Аллах субханаху ва тағала біздерді тура жолмен жүруімізді, ақиқатты ақиқаттай көріп, оған еруімізді, жалғанды жалғандай көріп, одан жерінуімізді жазсын. Тура жолдан Алла тағала ешқайсымызды адастырмасын ағайындар. Құдай қаласа, әр сенбі сайын біздер осы тақырыпта сөз қозғайтын боламыз. Сондықтан да біз бұл бағдарламаның атын сана деп атадық. Саналы түрде ойлануды үйрететін бағдарлама болады, Алла қаласа. Білесіздер ме ағайындар? Біздің отанымызды қорғау керек болған 3 майдан бар. Біріншісі бұл біздің сыртқы шекарамызды қорғау. Оны білесіздер, шекарашыларымыз, батыр, Қазақстанның батыр қарулы күштері қорғап жатыр, альхамдулилля. Мемлекет басшымыздан бастап қазірге дейін мығым болып келе жатыр, альхамдулилля. Құдайға шүкір, ел шетіне ешкім ат ойлап кірген жоқ. Ешкім сыртқы агрессияға ұрынған жоқпыз, альхамдулилля. Екіншісі біздің ағзаларымызды қорғау. Оны да дәрігерлеріміз өте керемет
болған халде өздерінің қолдарынан келгенше атқарып жатыр. Алхамдулилля. Ағза мүшелеріміз сау. Бір ауру сырқаудың кең етек алып жатқан заманда емеспіз. Үшіншісі, бұл біздердің ой пікірімізге жасалып жатқан шабуыл. Ой пікірімізге, дінімізге, иманымызға, әдеп ақлағымызға, дәстүрімізге, ата-бабамыздың жолына жасалынып жатқан шабуыл. Ал бұл майданда әрбір еркек пен әрбір әйел, жас, кәрі деместен, үлкен, кіші деместен баршамыз қорған болуымыз керек. Алла субханаху ва тағала Құран-ы Кәрімде айтады: «Я айюхаллазина аману куну ансараллах». Ей иман келтірген момындар, Алла тағаланың жәрдемшісі болыңдар дейді. Осындай ақиқатты қорғау арқылы Алланың дінінің жәрдемшісі боламыз. Ақиқатты қорғау арқылы өзіміздің сан ғасырлан бері ұсталынып келген дәстүріміздің жәрдемшісі боламыз. Хаза валлаху алам ва саллаллаху аля набийина Мухаммад. Енді осы тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, комментарийді ашамын. Комментарийді аштым, тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Комментарийді, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Осы тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Эфир сақталады, Құдай қаласа. Тақырыпқа қатысты болса жақсы болар еді сұрақтарыңыз. Тақырыптан ауытқымайық. Тақырыпқа қатысы жоқ болған сұрақтарды оған өз алдына уақыт ажырататын боламыз. Әр аптаның сенбі күні иншалла өтетін боламыз. Әр аптаның сенбі күні өтетін боламыз бұл сабақты. Алла қаласа баршамызға Алла субханаху ва тағала пайдалы етсін. Пайдалы білім мен сусынды алуымызды нәсіп етсін иншалла. Тақырыпқа қатысты сұрақтарыңыз жоқ секілді. Онда үш жерден тоқтатамыз. Келесі сенбі сағат қаншада дейді сабақ? Жазам иншалла. Бір күн алдын Инстаграмға жазып, жариялап не қылатын болам. Соған қарап кіреміз иншалла. Соған қарап кіріп сабағымызды көретін боласыздар иншалла. Құдай қаласа бұл сабағымыз арқылы біздер дініміздің қаншалықты ақиқат дін екендігіне сеніміміз беки түседі. Иншалла оның барлығы айтылады Құдай қаласа. Қалай жақсы ойлаймыз, қалай не қыламыз, оның барлығы айтылады алдағы сабақтарымызда. Хаза валлаху алам ва саллаллаху аля набийина Мухаммад.